Кирилл таңбасынан бас тартып 2025 жылға қарай толықтай латын қарпіне көшу тақырыбы бүгінгі күні еліміздегі маңызды мәселелер қатарында. Осы бағытта нақты қадамдар жасалынып, емле ережелері әзірленгенін білеміз. Бұл емле ережесі бекіген жоқ, ұлттық комиссия тарапынан мақұлданды. 2018 жылдың ақпанында бекітілді ғой әліпби. Содан кейін 8 айдан кейін жаңағы жоба онша шықты. Бұл сосын түсіндіру, насихаттау жұмыстары жүргізілді жоба бойынша. Ұсыныстар көпшілік студенттермен, ғалымдармен, филологтармен бәрімен жұмыс жасалыныпты. Енді тағы да сол көпшілікке ұсынып, сол талдап бір толықтырулар болады күтілуде. Негізі жалпы бұрынғы әліпби кириллица шыққан кезде емле 10-15 жылдан кейін бірақ қабылданды. Мына жаңа әліпбиде латын негізіндегі 8 айдан кейін емлелер. Өйткені бұрынғы қазақ тілінің гармониясын, үндестік заңын пайдалануда айыр бар. Соған орай өте алшақтық жоқ. Соған орай жаңа емле ереже қалыптасты деуге болады. Латын әліпбиіне ауысудың тәртіптері мен жолдарын түсіндіру жұмыстарын жүргізу бірінші кезекте мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне жүктелген міндет. Осы күні олар кезекті шарасын қалалық тарихи-өлкетану музейімен бірлесе отыра атқарып, латын қаріптерімен таңбаланған көне құжаттар мен қағаздар топтамасын келушілер назарына ұсынды. Осы Атамұра мәдениет орталығының залында қазақ тілінің латын қарпіне көшуге байланысты көрмеде ұйымдастырылған. Бұл ненің белгісі? Бұл біздің қазақ тілінің тарихында латын қарпіне көшу тарихы болған деген сөзді белгілейді. Яғни ол арқылы сіздер мына көрмеден таныса аласыздар. Көрме біздің шынайы қазақ тарихында латын қарпінің енгені және болғаны байқалады. Яғни біз ешқандай қиындыққа ұшырамаймыз деп есептеймін. Тіл мамандары жиынға қатысушыларға латын графикасының таңбалану ережелерін түсіндірді. Сондай-ақ бұл тарихи қадамның еліміздің даму сатысындағы маңыздылығы мен қажеттілігі жайында айтылды. Латын қарпіне қайта ауысу жолындағы жұмыстар әлі де жалғасатын болады.